Қарғысқа ұшыраған қойма. Қала шетіндегі бұл қоймада жылдар бойы түрлі жүктер сақталатын. Ондаған жұмысшы күн сайын контейнерлерді тиеп түсіріп, ауыр жұмыстар атқаратын. Бірақ олардың бірі де бұл жердің қарғысқа ұшырайтынын білмеді. Қоймада үнемі жүретін бір мысық бар еді. Ол жұмысшыларға үйреніп қалған, кейбіреуі оған тамақ беріп, сипалайтын. Бірақ басқалары оны тек қана жай жүргінші ретінде көрді. Бір күні, ауыр контейнерді жылжытып жатқанда, мысық байқамай оның астына кіріп кетті. Қалың темір мысықты басып, бір сәтте жаншып тастады. Жұмысшылардың бірі оны байқап, өлі денесін көрді, бірақ олар көп мән бермеді. Болған іс болды. Қазір жұмысты жалғастыру керек деді бастығы Бақытжан, жұмысшыларды әрі қарай итермелеп. Мысықтың өлі денесі қойма сыртындағы қоқысқа лақтырыла салды. Бірақ олар мысықтың жай жануар емес екенін білмеді. Сол күннен бастап қоймада бір түрлі жағдайлар бола бастады. Түнгі ауысымдағы жұмысшылар ескі жарық шамдарының әлсірей бастағанын байқады. Жел жоқ болса да кейде қораптар өздігінен қозғалып, контейнерлерден әлсіз тырналған дыбыстар шыға бастады. Кейбіреуі жай кездейсоқтық деп ойлады, бірақ уақыт өте келе жағдай қиындай түсті. Бірінші болып жоғалған адам аман болды. Ол түнімен жүгіреттеп жүріп, әріптестеріне бір түрлі дыбыстарды естігенін айтты. Біреу қараңғы бұрыштан мені бақылап тұрған сияқты деді ол күліп. Көп ұзамай ол белгісіз жағдайда жоғалып кетті. Оның киімінің жыртылған бір бөлігі ғана қойма бұрышында табылды. Жұмысшылар оны таңертең іздегенімен ешқандай із болмады. Камералар түсірген бейнежазбаларда оның қараңғы бұрышқа кеткені көрінеді, бірақ қайтып шықпаған. Келесі күні жұмысшылардың бірі, Сәкен контейнерлерді реттеп жатқанда кенеттен әлсіз мияу естіді. Ол бұрылып қарағанда көздері оттай жанып тұрған елес мысықты көрді. Ол қозғала алмай қалды. Бірден контейнердің есігі тарс жабылып, ол іште қалып қойды. Таңертең оны әріптестері тапқанда, оның денесі тырналған күйде, сұп-сұр болып қатып қалған еді. Оның бетінде үрейден қалшылдаған іздер қалып қойған. Күндер өте келе жұмысшылар бірінен соң бірі белгісіз себептермен өле бастады. Бірі ауыр қақпа астында қалып, бірі қоймадағы ілулі тұрған темір арқандардың арасында асылып қалды. Бірақ әр оқиғадан кейін бірдей белгі қалатын, әлсіз тырналған іздер мен қабырғада қанмен сызылған сөздер: сендер мені өлтірдіңдер. Енді кезек сендерде. Жұмысшылар қойманы тастап кетпек болды, бірақ олардың жетекшісі Бақытжан бәрін ұстап қалуға тырысты. Ол бұл оқиғаларды сандырақ деп санады. Бірақ бір күні ол қоймада жалғыз қалған кезде жарық кенеттен сөнді. Қараңғыда әлсіз мияу естілді. Содан кейін айналасындағы металл сөрелер дірілдей бастады. Бір сәтте үлкен ауыр қораптар жоғарыдан құлап, оны жерге жапсырып тастады. Оның жансыз денесін таңертең тапты. Ал қабырғада қанмен бір сөз жазылған еді: бәрің үшін келемін. Қойма жабылды. Жұмысшылардың ешқайсысы бұл жерде қалғысы келмеді. Бірақ қала тұрғындары әлі күнге дейін түнде сол маңнан өткенде әлсіз мияулауды еститінін, ал кейде қараңғы бұрыштарда жарқыраған екі көзді байқайтындарын айтып жүр. Мысықтың қарғысы ешқашан өшпейді.